Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар, сіздермен бірге ОБТ эксперті Шүкір Әлімхан. Бүгін біз мынандай контекст талдайтын боламыз. Жол ережесін бұзушы және МАИ қызметкері. Алдымен біз мәтінмен танысып алайық. Бізде мәтін былай берілген екен: жол ережесін бұзушы және МАИ қызметкері. Сағат 12-де жол ережесін бұзушы негізгі тас жолдан бұрылып 140 км/сағат жылдамдықпен шоссеге қарай жүрді. Оны байқаған МАИ қызметкері сағат 12-де 70 км/сағат жылдамдықпен қуа жөнелді. Суретте олардың қозғалысы кескінделген. Масштабты кішірейтіп, координаталық жазықта салынды дейді. Яғни бізде мұнда 140 км/сағат жылдамдықпен қаша жөнелді, ал мұнда МАИ қызметкері байқағаннан кейін оның жолын тосу үшін 70 км/сағат жылдамдықпен БС бағытында қуа жөнелді. Жақсы. Сұрақтармен танысайық. Бірінші сұрақ: АБ векторының координатасын табыңыз. Бұл бізде өте жеңіл сұрақ болып табылады. Біз АБ векторының координатасын табу үшін А және Б нүктелерінің координатасын тапсақ, ары қарай жұмыс жасау жеңілдеу. Так, А нүктесінің координатасы -1,5-те 2 болады, ал Б нүктесінің координатасы 0,5-те 2 болады. Енді бізде ереже бар. АБ вектор дейтін болсақ, А вектордың басы Б ұшы деп аталады. Яғни АБ векторының координатасын құру үшін ұшының координатасынан басының координатасын азайту жеткілікті бізде. Бізде Б нүктесінің x-і 0,5-ке тең, одан азайтамыз -1,5-ді нүкте тұрғып қоямыз, 2-ден 2-ні азайтамыз. Демек бізде АБ векторының координатасы мұнда минус пен минус плюс болса 2-ке тең, ал 2-ден 2-ні азайтсақ 0. Демек АБ векторының координатасы 2-ден 0 болады екен. Есеп түсінікті болса, ары қарай жылжиық. Келесі, асы векторының ұзындығын табыңыз. Бізде асы векторының ұзындығын табудың екі түрлі тәсілі бар. Біріншісі, А нүктесінің координатасы -1,5-да 2, ал С нүктесі координаталар басы 0-ден 0 болады. Векторның ұзындығының формуласы арқылы жұмыс жасайық. Асы векторы сыртына модуль белгісін қоямыз. Бұл ұзындық дегенді білдіреді векторда бізде. Яғни С-дан, яғни 0-ден азайтсақ -1,5-ді плюс 1,5 болады квадраты, плюс 0-ден азайтамыз 2-ні сыртында квадраты. Демек 1,5-тің квадраты 2-де 25, плюс 2-нің квадраты 4 бізде. Түбірәсін алып қоямыз. Бұдан түбірәсінде 6-да 25 келіп шығады, яғни 2,5-ке тең. Жақсы, бұл бір тәсілі. Енді екінші тәсілі қалай болды? Біз Адан тік перпендикуляр түсіреміз, және осы нүктені С-мен қосып қойсақ, бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Біз білеміз, мына ұзындықтың 2-ке тең екен, және мына бір ұзындықтың 1,5-ке тең екен. Енді Пифагор теоремасы бойынша А-сының квадраты тең 2-нің квадраты плюс 1-де 5-тің квадраты. Бұл 4 қосу 2-де 25, тура жоғарыдағыдай 6-да 25-ті береді, және түбірәсін алған кезде А-сының ұзындығы 2,5 деп шығады екен. Яғни біз қаласақ вектордың ұзындығы арқылы жұмыс жасауымызға болады. Шта болмағанда барлығымызға танымал, кез келген математик үшін танымал Пифагор теоремасымен шешсек болады екен бұл есепті. 2 ұпай қанжығада бар, ары қарай жылжиық. МАИ қызметкері жол ережесін бұзуштан жол айрығына орнына дұрыс жауап қойыңыз. Яғни ерте жетеді, кеш жетеді, соны табуымыз керек екен. Жақсы. Бізде мұнда ереже бұзушы, мұнда МАИ қызметкері еді. Жол айрығы деген бізде қазір мұнда тұр, С нүктесі болып тұр осыған дейін. Жақсы. Бізде бұдан алдыңғы есепте біз А-сының ұзындығын тауып алдық, ол 2,5-ке тең. С 2,5-ке тең. S асы деп қойға индексіне. Ал S басын тауып алайық біз мұнда. Тура жаңағы есептегідей тікбұрышты үшбұрыш құрастыратын болсақ, Пифагор теоремасымен 2-ні 0,5-ке тең болса, бізде B-сының ұзындығы тең болады түбірәсінде 2-нің квадраты 4 плюс 0,5-тің квадраты 0,25, яғни түбірәсінде 4-те 25 болады екен. Жақсы. Енді біз бұлай жасайық. Уақыт табайық. Т табу формуласы S бөлу V. Біз бірінші Т ережені бұзушыны тауып алайық. Ереже бұзушының уақытын тауып алайық. Так, оның жүрген жол 2,5 километр. Оны бөлеміз. Так, бізде оның жылдамдығы есептің шартында 140 еді. Жақсы. 2,5-ті 140-қа бөлетін болсақ, так, калькуляторның көмегіне жүгінейік. 0,0178 деп жалғасады екен. Жақсы, бұл бізде сағат есебімен, біз оны 1-ден минутқа айналдырып қою үшін 60-қа көбейтейік. Яғни жұқталған мән жазайын 1,07, яғни 1,107 деп алайық. Енді уақыт табайық. Т МАИ қызметкерінің уақытын табайық. Бізде оның жүрген жолының өзі түбірәсінде 4-те 25 еді. Біз бұлай жасайық, 4-те 25 түбірәсін алып 1-ден жазайық. Жоқтап
жүзден 6. Ал енді оның жылдамдығы бізге 70 деп берілген. Оны 70-ке бөлеміз және минутқа айналдыру үшін 60-ға көбейтсек. 1,76. 77 жазсақ болды екен, е? 6-тан кейін сан 7 екен, жуықталған кезде 1 қосылады. 1,77. Енді біз екеуін азайтайық. 1,77-тен азайтайық 1,07-ні. Демек, 0,7 деген жауапты аламыз, е? Яғни дұрыс жауап бізде берілген тұр 0,7 минутқа кеш жетеді екен. Жақсы, керемет есеп екен. Ары қарай жылжайық. Паузаны қойып осы жерін бір қарап алсаңыздар болады. Түсінікті болған кезде ғана ары қарай жылжыңыздар. Келесі степ. А-дан С-ға дейін жол ережесін бұзушы қанша уақыт жұмсайтынын табыңыз. Негіз біз бұны алдыңғы есепте тауып қойдық. Т ереже бұзушы деп таптық, С бөлу В. Оның жүретін жол 2,5 километр еді. Және оның жылдамдығы бізде 140-қа теңге, дұрыс па? Енді біз бұны есептейтін болсақ, бізде өлшем бірлік сағатпен шығады. Біз оны минутқа айналдыру үшін 1-ден 60-қа көбейтсек, уақыт минутпен шықсын. 2,5-ді 60-қа көбейтетін болсақ, бізде 120, 30, 150 болады, е? Оны бөлеміз 140-қа. Нөлдері қысқартсақ, 15 бөлу 14. Яғни нөлдерді қысқартсақ деген, алымен бөлуін 1,10-ға қысқартсақ деген сөзіміз, е? 1,14-тен 1. Керемет. Есеп түсінікті болса ары қарай жылжайық. Бізде 5-ші есепте, өкінішке орай бұл есептің берілген толық берілмеген. Жол ережесін бұзушы 180 км/сағат, ал маи қызметкері 80 км/сағат жылдамдықпен жүрсе және сәйкес уақыттар Т1, Т2 болса, онда деп мәтін осылай келген екен. Яғни маған келген ақпарат есеп бойынша осылай қалып қойған екен. Сол себепті сұрақтың дұрыс берілген табу мүмкін болмады. Егер бұл есеп сіздерге таныс болса, сіздерге ұбт-та кездестірген болсаңыздар, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен әрине видео түрінде жариялайтын болам бұның жауабын. Сіздермен бірге болған қысқа уақыт ішінде Шүкір Әлімхан, ұбт эксперті, математикалық сауаттылықтан ұбт-ға дайындаймын. Каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыздар.